أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bugün bizler Oraza, Kimya Oraza kursunu 21. dersindemiz. Allah Teala son edeceksin inşallah. Bugün bizler Oraza'nın sırları, Oraza'nın hikmetleri babındamız. Ee, Алдыңғы сабақтарда біздер оразаны, абзал оразалар қатысты мәселелерді, нәпілдің ішіндегі абзал оразаларға қатысты мәселе айтқан едік, иә. Жақсы, енді فأما الصوم الدهر كله. дәһр дегеніміз жалпы жыл бойы ораза ұстауға қатысты, яғни үздіксіз ораза ұстауға қатысты неге келетін болсақ дейді, бапқа келетін болсақ, яғни өмір бойы немесе өмір бойы немесе үздіксіз ораза ұстау, яғни бір жыл ораза ұстау, иә, арасын үзбей он үш жүз алпыс бес күн, 366 күн ораза ұстау деген сияқты. ол ораза қалай болады? ففي أفراد المسلم من الحديث أبو قتادة келген хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, إن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم, пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи вассалам омар радиаллаху анху сұрады дейді, осы мәселеге қатысты, иә. كيف فقال كيف بمن يصوم الدهر كله, яғни бір жыл бойы ораза ұстаған адам немесе дәһр деген қатысты әртүрлі түсініктер бар. Жылды немесе өмір бойы деген түсіндірушілер бар. Яғни өмір бойы немесе бір жыл бойы ораза ұстаған адамның үкімі қалай болады деп сұрады дейді. فقال لا صوم ولا أفطر, яғни оның оразасы да несі де ауызы ашқан да жоқ деп айтты дейді. وهذا محمول على من سرد الصوم في أيام المنهي عن صيامها. бұл жердегі мәселе, яғни аузында ашпайды, оразасы да ұстамайды деген мәселеге келетін болсақ, бұл жердегі тыйым салынған күндерге қатысты жылдың ішінде бізде 5 күн бар, тыйым салынған, яғни ораза ұстау макрух тахрима болып есептелетін 5 күн бар, иә. Бұл 2 ай 3 күн, айям ташрих күндері 3 күн. Осы 5 күн жылда ораза ұстамайды. Осы мәселеге ғалымдар түсіндірген кезде бұл неге қатысты дейді? Осы 5 күн ұстамаса, қалған күндер ұстайтын болса болады дейді, қысқасы. Өйткені жыл бойы, бір жыл бойы ұстау, арасындағы нені айт күндерді де, ташрих күндерді де ұстап кету деп есептеліп кетеді. Сол себепті бір жыл бойы ораза, яғни аузын да ашпайды, ораза да ұстамайды деген сөзіміздің мағынасы, ораза айт күндері, не күндері ұстамайды, ал қалған күндерінде аузын ашпай жүре берсе болады деген мағына, иә. فأما إذا أفطر يومي العيدين وأيام التشريق فلا بأس بذلك. ал егер де екі айт күні, егер үш ташрих күні ораза ұстамайтын болса, аузын ашып болса, бұл кезде ешқандай әбестік жоқ дейді. فقد روي عن هاشم بن عروة أن أباه كان يسرد الصوم وكان عائشة رضي الله عنها تسرد. яғни Хашим ибн Ауруадан келген хадис неде, риуаяттарда, оның әкесі де, Урваның әкесі райында Айша радиаллаху анха не істеген дейді, сол үздіксіз ораза ұстаған дейді, иә. فقال أنس بن مالك رضي الله عنه أنس بن مالك رضي الله عنه سرد أبو طلحة الصوم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم 40 عاما. أبو طلحة أبو طلحة пайғамбарымыз өмір өткеннен кейін 40 жыл бойы ораза ұстады дейді. 40 жыл бойы ораза ұстады дейді, үздіксіз ораза. واعلم أن من الرزق фитна фатна десек, яғни рызықтың бірі бұл
көрегендік бұл да бір рызық дейді. Айлбил мақсуд мен сом, яғни оразаның мақсатын білу, яғни فحمل نفسه قدر ما لا يعجزه فحمل نفسه قدر ما لا يعجزه عما هو أفضل منه. يعني өзің күші жететін нәрселерге ғана не істейді дейді, күші жететін нәрселерге өзін жүктеу, бұл абзалырақ дейді. Күші жететін нәрселерге, күші жетпейтін нәрселерге қарағанда күші жететін нәрселерге өзін жүктеу, не істейтін, өзің соған беру, бұл жақсырақ дейді. яғни мысалға сіз күшіңіз жететін нәрсе бар, и күшіңіз қаншалықты жетеді мысалы, яғни сіздің күшіңіздің жете алатын дәрежесін, және сіз дұрыс пайдаланбай жатырсыз. Мысалға сіз күшіңіз 100% бір нәрсеге жетіп тұр, сіз оны тек қана 20%-ын ғана қолданасыз, немесе 10%-ын ғана қолданып жатырсыз мысалға. яғни сіз егер де 100%-ын қолдана алсаңыз, мысалға 100%-ын істеңіз ол деген сияқты ғой қысқасы. яғни күшіңіз жетіп тұрған нәрсені істеңіз. бұл абзалырақ, бұл амал болып есептеледі. فقد كان ابن مسعود قليل الصوم. мысалға ибн масуд радиаллаху анху оразаны аз ұстайтын дейді. ибн масуд радиаллаху анху, яғни біреу оразаны аз көп ұстап жатқан болса жақсы, бірақ енді оразаны аз ұстап жатқан адамдар да бар, мысалы, сахабалар да болған. бұл оның әлсіз деген сөз емес әлбетте. яғни وكان يقول إذا صمت ضعفت من عن الصلاة. яғни мысалға айтады, егер де мен ораза ұстайтын болсам намаз оқудан әлсіреп қаламын дейді қысқасы. яғни мен дейді оразаға қарағанда намазды таңдаймын дейді. яғни намазды қылған жақсы көремін дейді. бұл жердегі яғни парыз оразалар айтып тұрған жоқ әлбетте, парыз оразаларды ұстайды, бірақ енді нәпіл оразаларға қатысты. وكان بعضهم إذا صام ضعف عن قراءة القرآن. яғни кейбір сахабалар егер де ораза ұстаған болса құран оқудан әлсіреп қалатын еді дейді, құран оқи алмай қалатын еді. وكان يكثر الفطر حتى يقدر على التلاوة. яғни сол себептен сетін еді дейді, көп ауыз ашық жүретін еді дейді. не істеу үшін? құранды оқи алу үшін, оқуға күшейту үшін көп ашық жүрмейтін еді, ауыз ашық жүретін деген сөз. وكل إنسان أعلم بحاله وما يصلحه. әрбір адам өзінің халін және де өзінің не түзейтіндігін жақсырақ біледі дейді. яғни қысқасы сіз өзіңіз білесіз, мысалы сіздің түзейтін нәрсе яғни не болуы мүмкін, құран оқу болуы мүмкін, мысалы сізде түзейтін нәрсе, немесе сізде түзейтін нәрсе намаз болуы мүмкін. үздіксіз намаз қылсаңыз, яғни намаз оқи берсеңіз, бұл осы амалыңыз не істейді, сізді құтқаруы мүмкін, сізді түзеуі мүмкін, өзіңіз білесіз мысалы. немесе сізді түзейтін нәрсе зекет болуы мүмкін, яғни сіз зекет беру арқылысыз, немесе садақа беру арқылы бұл да бір құлдық болып есептеледі. яғни сол себепті өзіңізді не түзейді, сол іспен айналысқаныңыз жақсы. яғни сізді не түзейді, сол іспен өзіңіз айналысқаныңыз жақсы болып есептеледі. яғни сол себепті біздер не істейміз, өзіміздің қабілетімізге қарай, өзіміздің күшімізге қарай сол амалды жасауымыз керек. алла тағала баршамызға разы болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.